Сәлем достар. Қолтықтың, тізенің, шынтақтың не үшін қараятынын білесіз бе? Сонымен қатар, осы аймақтарды ағартудың да жолдары бар. Егер сізде қолтық, тізе, шынтағыңыз қарайып, ыңғайсыздық тудырса, өзіңіз қалағандай киім кие алмай қысылып жүретініңіз тағы да бар. Әсіресе жазғы мезгілде дененің осы бөліктері ерекше қарайып, көзге түрпідей тиіп жатса, оның себебін анықтау маңызды. Сонымен қатар, сол тұстарды ағартудың да жолдары бар. Сыртқы факторлар, гигиена талаптарын сақтамау, сапасыз косметикалық өнімдерді қолдану, қолтыққа құрамында спирті көп мөлшердегі дезодоранттарды үздіксіз пайдалану, күн көзіне шамадан тыс қыздырыну, хлорлы суды көп жату, ванна немесе бассейндер. Шынтақты таяну, тіземен жүру әдеті де теріні қатқылдандырып, кір секілді көрсетеді. Эндокриндік жүйенің бұзылуы. Эндокриндік жүйенің бұзылуы да қант диабеті ауруының әсері де ағзаның жұмысын қалыпты ете алмайды. Сондықтан осы сырқаттар ішкі ағзаның жан күйін ғана емес, терінің де жай күйін өзгертеді. Тек қана жоғарыда аталған дене бөліктері емес, оған мойынның артқы жағының қараюы да қосылады. Дәрумен тапшылығы. Тері күйі жақсы болу үшін А және Е дәрумендері жеткілікті болуы тиіс. Егер ағзада осы дәрумендердің тапшылығы байқалса, ол теріңізден көрініс береді. Теріңіз жұқарып, құрғап, жарылуға бейім келеді. Ас қорыту жүйесі. Асқазан ішек жолдарының жұмысының бұзылуы да бұған себеп. Өйткені ішек микрофлорасы ағзаға қажетті дәрумендер мен микроэлементтерді бойына сіңіре алмай сыртқа шығара береді. Бұл жалпы терінің қараюы мен құрғауына алып келеді. Тері аурулары. Кейде шынтақ пен тізенің қараюы тері ауруларымен ауырғаннан соң қалып қоюы мүмкін. Мысалы, атополиялық дерматит, псориаз секілді тері аурулары. Не істеу керек? Шынтақ, тізе, қолтық аумақтарының өңін өзгерткенін байқасаңыз, алдымен эндокринолог маманға қаралыңыз. Гормондар мен дәрумендерге сынама тапсырғаннан кейін себебі белгілі болады. Ағзаңыздың жеткіліксіз болған дәрумендерді ұсынып, дәрігер емін тағайындайды. Одан бөлек, тізе мен шынтақтың қараюының алдын алу және онымен күресу үшін нәрлендіруші кремді жиі пайдаланғаныңыз жөн. Егер күн астында уақытыңыздың көп бөлігін өтетін болса, күннен қорғайтын крем міндетті түрде жаныңызда жүргені мақұл. Сондай-ақ косметолог маманның кеңесі де сізге артық болмайды. Гликол қышқылы, альфа-арбутин секілді ағартушы құралдарды немесе арнайы пилинг жасау арқылы мәселенің шешімін таба аласыз. Ал қолтығыңызға құрамында спирті жоқ аллергияға қарсы дезодоранттарды қолданып, қолтық түгін ұстарамен қырудан аулақ болсаңыз, қараю белгілері сізден алыс болады. Үй жағдайында ағарту. Егер денеңіздің кейбір бөліктері ішкі факторлардың әсерінен пайда болған болса, мұны ағарту оңайға түспейтіні анық. Ол үшін арнайы мамандармен бірге жұмыс жасау керек. Сыртқы факторлардың әсерінен болғатын сезсеңіз, үй жағдайында оны ағарту оңай. Ол үшін лимон, қияр, картоп шырыны, айран, сода, куркума көмекке келеді. Лимонды екіге бөліп, оған ас содасының аздаған бөлігін сеуіп, қарайған бөлікке жағыңыз. Екінші, қияр мен лимон сөлін бірдей мөлшерде алып, жақсылап араластырған соң, қарайған жерді сүртіңіз. Үшінші, бір ас қасық балға, бір ас қасық лимон сөлін, бір шай қасық сода салып, барлығын жақсылап араластырыңыз. Осы қоспамен денеңіздің қарайған бөліктерін сүртесіз. Келесі, куркума ас содасы секілді ағартушы қасиетке ие. Бір ас қасық куркумаға дәл осындай мөлшерде сүт қосып араластырыңыз. Қоспамен қарайған бөліктерді ағартамыз. Айран мен алоэ шырынының араластырып жаққан да тиімді ағартады. Осы айтылған әдістердің барлығында да қарайған жерге қоспа жағылған соң 15 минуттай жүру керек. Уақыт өткен соң жылы сумен жуып тастаңыз. Сіздермен болған керек кеңес арнасы.
Осы тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.